Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. 25 сәуірге арналған ауа райы болжамы. Синоптиктердің мәліметінше, Қазақстан аумағының басым бөлігіне оңтүстік циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөлімдерден әсер ететін болады. Найзағай ойнап жаңбыр жауады. Түнде және таңертең шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын, жаңбыр, қар. Оңтүстікте, оңтүстік-шығыста қатты жаңбыр мен бұршақ жауады. Алматы облысының таулы аудандарында жауын-шашын, жаңбыр, су қар. Республика бойынша жел күшейеді. Оңтүстікте, оңтүстік-шығыста қатты жел соғады. Елдің батысында, солтүстігінде ғана жауын-шашынсыз ауа райы сақталады делінген ведомстводан. Қызылорда облысының орталығында және Қызылорда қаласында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.